Баршаңызға қайырлы күн. Жаңа сойылған малдың балғын етінен жасалған қуырдақ дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен пиязымызды қызартып қуырып аламыз. Қойдың етін салып қуырып аламыз. Одан соң өкпені турап саламыз. Келесі бізде жүректі турап саламыз. Жақсылап қуырып, сарымсағымызды сарғайтып қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Мен басқа дәмдеуіштерді қоспаймын, өйткені өзінің дәмімен өте ерекше болады. Суымызды толтырып, жарты сағат шамасында пісіріп аламыз. Жас малдың еті болған соң, ет өте тез піседі. Қалауынша картоп қосып, бауыр етін піскенге 1-2 минут қалған кезде саламын. Осымен біздің қуырдағымыз дайын. Ас болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, әлі де талай рецептермен бөлісемін.